Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай, дәмді болып шығатын үй балмұздағын дайындаймыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 500 мл сливки, майлығы 33%, 300 грамм жидек, 200 грамм сгущенка, 2 ас қасық лимон шырыны. Блендерге жидекті, сгущенканы, лимон шырынын қосып, жақсылап езіп аламыз. Салқындатылған сливкиді жақсылап миксерлейміз. Жай жылдамдықпен бастап 4-5 минут айналдырамыз. Одан кейін жылдамдықты қосып 5 минуттай тағы миксерлейтін боламыз. Сливкиіміз қоюлана бастағанда езілген жидекті қосып араластырамыз. Ыдысқа құйып, бетін жауып 5-6 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Біздің балмұздағымыз дайын болды. Мұздатқыштан алып, ыдыстарға салып, жей берсеңіздер болады. Ас болсын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.